Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге бір мұғалімге таптырмас интерактивті көрнекілік құралды ұсынғым келіп отыр. Ол үшін ең алдымен біз Google Chromeға кіріп, жаңағы адрес жолағына Corins деп ағылшынша жазамыз. Corins. Мінекей Corins 3D дегенге басамыз. Шыққан ең бірінші сілтемеге кіреміз. Бізде бұл жерде ағылшынша бет шығады. Егер сіздерде орнатылған болса, орысшаға автоматты түрде өзгертіледі. Болмаса, тінтуірдің оң жағын басып, перевести на русский дегенді басамыз. Енді бұл интерактивті көрнекілік әсіресе биология пән мұғалімдеріне, жаңа геометрия мұғалімдеріне, физика, химия, астрономия, тағы қандай өте көп пәндерге өте күшті таптырмас көрнекілік құрал болып табылады. Ең алдыменен біз бұл сайтқа тіркеліп алуымыз керек болады. Оң жақтағы Войти деген батырмасын басамыз. Мына жерден біз Presence Selection дейміз. Және мына жақтан мінекей шыққан екі осындай беті шығады. Мынау бізде логин паролімен уже тіркелген болсаңыздар кіру үшін, ал мынау бізде Gmail аккаунтпен бірінші регистрация жасаймыз. Мен өз аккаунтымды таңдаймын. Және мына жерге роліңізді қоя кетесіз. Студентсіз бі, мұғалімсіз бі, тағы да басқа кімге жатасыз. Біз мұғалім болғаннан кейін мұғалімді таңдаймыз. Және мына жерден екі галочка қоюымыз керек болады. Және Create Account дегенді таңдаймыз. Басамыз. Бізге осындай нұсқаулығы ашылады. Осы жерден көрсеңіздер де болады. Болмаса мына обновитті бассаңыздар, бұл жерде сіздерге сатып алуға жаңағындай ақылы түрі беріледі. Сондықтан да бұны жабамыз. Бұл платформаны 14 күн тегін қолдана аласыздар. Егер 14 күндеріңіз өтіп кеткен болса, басқа аккаунттарыңызбен тағы да тіркеліп, осылай қолдана берсеңіздер болады. Әрі қарай осындай бетке келеміз. Мінекей моя библиотека деп тұрады. Астына қарай түсеміз. Мына астына, ең астына қарай түсе берсеңіздер, мінекей наука дегені басталады. Биология человека, биология животных деген бар. Енді бір несі бұл жерде орыс тілінде. Қазір біз мына жерде көрейік, тілі қазақшаға ауыстырыла ма? Мінекей қазақ тіліне ауыстырып алдық. Тілдерге кіріп. Енді мінекей қараңыздар. Жүрек анимациясы дейді мінекей. Жануарлар биологиясы, өсімдіктер биологиясы, палеонтология дейді. Физикалық ғылым дейді, яғни физикаға, химия сабақтарында, геология дейді, география сабақтарында, бірен-сарандарын қолдануға болады. Астрономия дейді, математика, оның ішінде жаңағы геометрияда. Және мәдени мұраны сақтау дейді. Сәулет тарихы. Сосын тәжірибелер кеткен астың жағында. Енді осының біз бір несіне тоқтала кетейік. Мінекей мысалы өсімдіктер дейді. Мінекей адамның қаңқасына тоқталайықшы. Мінекей, сілекей бездері дейді. Адам биологиясы. Мінекей сіздерге осылай адамның жаңағы қаңқа сүйегінің бүкіл несі беріледі. Осылай тінтуірмен ұстау арқылы сіздер бұны бұрай аласыздар. Бұлай мышканың несімен көмегімен, оңды солды астыға үстіге. Енді мына жерде сіздерде мінекей шыт
кісінекей безі дейді. Яғни бұны мінекей именно қай жерде екені, оның қай жерде орналасқанын осылай белгілеп көрсетеді. Мысалы, төменгі жақ сүйек асты безі дейді. Ол бізде мінекей мына жақтың астында орналасқан екен. Тіл асты бездері деген қай жерде орналасқан? Оны мінекей осылай көрсетіп қойған екен. Жақ сүйек, тіл асты бұлшық еттері дейді. Солай мінекей мойын омыртқа, бас бұлшық еті дейді. Тістер дейді мінекей, бас сүйек деген қайсы? Барлығы анық, өте жақсы көрсетілген. Мінекей балаларға осыны интерактивті тақтада жаңағындай көрсетіп, қызықты етіп, көрнекілік ретінде қолдануға өте таптырмас құрал. Тек қана биология пәнінде ғана емес, бұл жерде бізде мысалы жануарлар биологиясында да қолдансақ болады, бастауыш сыныптарда, орта буынғы сыныптарда. Мына жақта тағы да не нәрсе бар? Палеонтология дейді, неше түрлі жануарлардың мінекей тоже анатомиялары. Физика сабағында, физиканы көбірек көрсету дегенді бассақ, бізде бүкіл жаңағы физиканың қандай тақырыптарында нелер салынған, соның барлығы көрсетілген. Мінекей мысалы, қайсын біреуін алайық, Чехиялық 50 тәж монетасы масштабтау дейді. Осындай сияқты қызықты жаңағындай сабаққа бізде көрнекі ретінде қолдануға өте сондай мінекей масштабпен көрсетеді. Яғни бұл осы монетаны Чехиялық 50 тәж монета дейді. 93 жылғы дейді. Үлкен және кішірейту арқылы көрсетеді екен. Мысалы, механика дейді. Механикада мінекей метр дейді. Осы сияқты, енді қазір бұны көре кетейік. Мінекей мына формуласы жазылған екен, өте жақсы. Мінекей былай да көре аласыздар. Маятник дегені қайсы? Штатив дегені қайсы? Меридианалды өлшеуіш деген қайсы? Жер квадраты дегеніміз қай бөлік екен? Мына жақта мінекей баста шыға береді. Бірімі анықтамасы дейді. Өлшеу өзектігі дейді мінекей. Осы сияқты тақырыптарды таңдап, осы жерден өз пәндеріңізге қолдансаңыздар болады екен. Енді жаңа айтып өткенде, егерде 14 күннен асып кетсе, онда басқа аккаунттан кіріп, тағы да әрі қарай қолдана берсеңіздер болады екен. Көрнекілікке таптырмас құрал. Сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна. Менің видеомды соңына дейін көріп тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және тіркеле кетіңіздер. Жаңадан шыққан видеоны бірінші болып көріп отырасыздар. Жақсы, сау саламатта болайық.